Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері дін саласы үлкен өзгерістерді бастан кешірді. Соның айқын бір дәлелі дін саласы мамандарын даярлайтын жоғары және орта оқу орындарының ашылуы. Бүгінгі таңда Қазақстанда бір университет, бір ислам институты, 5 медресе колледж, 4 медресе бар. Бұның өзі елімізде діни білім беретін жүйе қалыптасқанын айғақтайды. Аталған оқу орындары заңды түрде жұмыс істейтін арнайы білім ордалары. Олардың бәрі тәуелсіздіктен кейін бой көтерген. Елімізде ашылған медреселер Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына тиесілі. Олар діни кадр мәселесін шешумен жастардың рухани сұранысын қанағаттандыру мақсатында ашылған. Онда діни мүдде ғана емес, елдік пен мемлекеттік мүдде де бар. Қазіргі таңда сапалы дінтанушы мен теологиялық білімді еліміздің алдыңғы зайырлы университеттерінде де алуға болады. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті бакалавриат және магистратура бағдарламалары бойынша даярлайды. Дін саласы мамандарына мемлекеттік мекемелерде, діни және қоғамдық ұйымдарда, дін саласы қызметкері, бұқаралық ақпарат құралдарында тәуелсіз сарапшы, жоғарғы және орта арнаулы оқу орындарында оқытушы ретінде сұраныс жоғары. Теология, дінтану білім беру бағдарламаларын игеріп алған білім алушы қоғамдағы барлық діни құбылыстарға теологиялық, діни сараптама жасай алатын, әрі дінге қатысты кез келген салада қызмет атқара алатын құзыретті маман болып шығады. Жаңа әрі жат діни ағымдардың жетегінде кеткен азаматтардың қайта әлеуметтенуіне, психологиялық тұрғыда сауығып, өмірге, қайта қалыпқа келуіне оңалту орталықтарындағы теолог, дінтанушы мамандардың тигізер ықпалы зор. Ал шет елде діни білім алғысы келетін жастарға алдымен отандық дін оқу орындарының мүмкіндіктерін пайдаланып, содан кейін шет елде білімін жалғастырғандары абзал. Ол үшін мемлекет тарапынан барлық мүмкіндіктер жасалған.